Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Мен ашайын деп жатырған тақырыбым қарым-қатынас, яғни қыз бен жігіттің қарым-қатынасы. Көрейік, бұл общий расклад. Егерде жеке аштырам десеңіздер, хабарласыңыздар, WhatsApp номерін астына жазып қалдыратын боламын. Мен видео салған сайын астына комментарияның бәрін оқимын. Егерде өздеріңіз сұрақтарыңыз болса, жазып жіберіңіздер. Осы маған өмірі біреу жазады да комментария. Сағыныш сүйеді дейді, сондай нәрселер салып қойады, жазады маған комментария. Өтініш, сол жазған адам. Қанша видео салсам да астында номерім тұрады. Жеке ондай есімдеріңізбен айтқыларыңыз келсе, жеке өзіме WhatsAppқа шығып жазсаңыздар болады. Бұл жерде общий барлығы общий көреді. Сол себептен жеке өзім WhatsApp'ыма жазсаңыздар болады. Мен тек қана қарым-қатынасты ғана көрмеймін, мен жол ашам, ысытпа жасайм, таро жорамалын үйретем, курс үйретем. Бұл жерде 78 карта, яғни тарот. Бұл жерде әр бір картаның өзінің мағынасы бар. Екінші қосылса, одан да екеуінің, егерде екі карта түссе, екеуін де жаңағыдай байланыстырып солай айтылады. Қазір мен қарым-қатынасқа ашайын деп отырмын. Қыз бен жігітке арналады. Қарым-қатынастарыңыз қалай болып жатыр? Көбінесе жігітті күтетін сияқтысыз. Королева Пентакли, яғни жұмыс басты келіншек болуыңыз мүмкін, болмаса қыз болуыңыз мүмкін, жұмысыңыз бар, тұрақты. Бұл жерде жігітіңізді күтетін сияқтысыз. Қатты күтетін сияқтысыз. Маг деген карта түсті, яғни сіз өзіңіздің жігітіңізді өзіңізге тарта аласыз. Өйткені сіздің сондай бір қасиетіңіз бар. Манипулятор десем болады. Қаржы мәселесінде күтесіз. Бұл жерде жігітті өте қатты күтіп жүрсіз қазіргі таңда. Қазір қарым-қатынасқа келетін болсақ, пауза болып тұр. Ары қарай не болады? Жігіттің ойын көрейікші. Жігітіңіздің ойын. Шут дейді. Пентакли. Күтіп жүргеніңізді біледі. Жігітте қаражат мәселесін күтіп жүр. Бұл жерде жігіт сізді ойлайды. Солнце шықты. Сіз туралы жақсы ойда десем де болады. Бір өзі кездескісі келіп жүр, яғни сіздің кездескіңіз келетін, жігітті көргіңіз келген, барлығын іште сезіп жүр десем болады. Өйткені бұл жерде жігіт атқа мініп тұр, жақын арада келем деген ойы бар жігіттің. Ешқандай мұңаймаңыз, ештеңе істемесеңіз де болады. Бәрібір жігіттің ойында сіз тұрсыз. Жақсы ойда жігіт. Солнце шығып тұр, яғни сіздің қасыңызда өте сондай жайлы сезінеді өз-өзін. Жол түсіп тұр жігітке, бұл жерде сізге деген жол түсіп тұр. Кубковый, яғни жаңағыдай ештеңе істемесең де бәрібір саған барамын, кездесем деген сияқты жігіттің ойы сондай болып тұр. Кубковый, яғни өзіне сенімді ер азамат десем болады. Сенімді, одан кейін бір беткей десем болады. Өйткені жігіттің мінезі бар, мінезді қызғаншақ десем болады. Өте қатты қызғанады сізді басқалардан. Яғни сіздің адал болғаныңызды қалайды бұл жерде. Правосудие, яғни бәрі әділ шешім деген сияқты болып тұр. Өте қатты қызғаншақ десем болады. Өткен кеткеннің бәрін ұмыту, жаңаға ұмтылу, жаңа нәрселерді сізбен бірге бастау деген сияқты карталар түсіп тұр. Жігіттің сізге деген ойы бар. Сіздің шаршап жүргеніңізді біледі. Влюбленный түсті, өте жақсы карта.
бұл жерде бір-бірлеріңізге деген сезім бар. Жігіт өзіне сенімді. Жақын арада кездесу болады, жігіттің өзі келем деп тұр. Сезім бар, бір-бірлеріңізді ұнатасыздар. Жігіт жақсы ойда. Егер де жеке аштырам десеңіздер, бұл общий расклад, жеке аштыртам десеңіздер, WhatsApp номерімді астына жазып қалдырамын, хабарласыңыздар, мен сіздерді күтемін. Комментарияны ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.